Өз шығармашылығымнан Абай Құнанбаевқа арнау өлеңімді қабыл алыңыздар. Кірпіш ғұмыр кетігін қалайды кім, қоқыр сұмдық күнәдан қарайды күн. Ей сабырсыз еріншек, арсыз жандар, тыңдап ал, әлі өлген жоқ Абай бүгін. Шығарасың жоққа сен қалай мұны, өседі оның заманға қарай құны. Қалың елі қаймағын таза ұстаса, өшпейді оның өлеңі өр айбыны. Емін іздеп дүние көз құртының, қан мен майға малынып сөз ұртының. Қара сөзді жазды ғой қайғы шегіп, маңдайына сыя алмай өз жұртының. Өзегіне жол салып аттап өрттің, ақиқатпен хақ жолын жақтап өттің. Ұлттың егі, тіл дінін, салт санасын көзіңнің қарасындай сақтап өттің. Кім айтады ғылымның кемдеп түбін, арқалаған бабамның еңбек жүгін. Тербетеді әніңмен айдын бетін, желсіз түнде жарығай сен деп бүгін. Таптамадың мәнсәптің төрдеп төрін, ақиқаттың адаспай өрлеп көгін. Бес күндік бұл дәуреннің өлшем құнын, бес асыл іс жолыңмен өрнектедің. Мейлі жатсын тағдырсын таңмен төніп, қалмасын деп иман рух жанмен сөніп. Болмасам да көрейін саған ұқсап, қара жұртқа сиямды қанмен төгіп. Қара түнде мұң басып құздар тұнша, өңі солып тіршілік ызғар тұнса. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес өшпейтұғын артына із қалдырса. Бар әлемге тұлғалы тұрғысы шың, ұлағатты ұрпақтың ұлғызы үшін. Фирдауси Низамидің жолын басқан, шығыстың 8-ші жұлдызысың. Жыртылмаған жағасы жармасқанға, жасымаған жат жүздік жалғасқанда. 7 жұлдыз жұптасып көрік берген, темір қазық сөнбейді мәңгі аспанда.